Күйеу мен әпкем кездесіп жүр екен. Кейбір адамдар жүректі қинап емес, жай ғана үндемей кетіп, жаныңды өлтіреді екен. Мен бұл шындықты өмірімнің дәл ортасында түсіндім. Өз үйім, өз отбасым, бәрі тек сахна, ал мен тек роль ойнап жүрген актрисамын ба деп ойлаймын қазір. Менің атым Айдана, жасым 29-да, жолдасымның аты Ернар. 6 жыл бірге тұрамыз. Қызымыз бар, аты Аяулым, 5-те. Сырт көзге қарасақ, бәрі керемет. Отбасымыз тату, өз үйіміз, жұмысымыз бар. Бірақ бұл тыныш өмірдің астында бір нәрсе бұғып жатқанын мен жүрегіммен сезетінмін. Сол күні жай ғана күндердің бірі еді. Ернар душқа түсіп жатқан. Телефон үстел үстінде тұрды. Үнсіз келіп жатқан хабарламалар. Біреу жарқ етіп көзіме түсті. Кешегі кеште керемет болды. Ертең тағы кездесеміз бе? Хабарламаның соңында жүрекшелер. Түсім емес, түсім болса ғой деп. Қолым дірілдеді. Ештеңе кетемей сол қалып тұрдым. Ернар шықты. Телефонын алды. Ештеңе байқатпадым. Көңілдімін, бірақ ішім күйіп тұр. Жанарымды жасырып, сүт құйып беріп отырмын. Ал жанымда тұрған адам маған өтірік айтып отырған шығар. Түнде ұйықтай алмадым. Ертесіне жұмысқа кетіп бара жатқан Ернардың күртешесінен Айгүлдің иіссуының иісін сездім. Айгүл менің туған әпкем. Ол біздің үйге жиі келеді. Аяулымды қатты жақсы көреді. Ернармен де әзілдесіп жүреді. Мен оған ешқандай күмәнмен қараған емеспін. Тіпті ойыма да келмеген. Сол күннен бастап мен өзгере бастадым. Бірақ үндемедім. Ішімде бәрі бүлініп жатса. Мен өмірімде бақытым бар деп ойлағанмын, бірақ менің бақытым басқа біреудің құпиясы болып шықты. Қайғы деген бір сәтке келіп, шауып өтетін дауыл емес. Ол ішіңе кіріп алып, тынысыңды тарылтатын көлеңке. Қай кезде кімнің келетінін білмейсің. Мен ол хабарламадан кейін әпкеме күмәнмен қарай бастадым. Иә, өз туған әпкеме. Бірге өскен, қуанып күліскен, бір тостағаннан шай ішкен адамға. Бірақ Ернардың күртешесіндегі сол ес тек соған тән. Менің миым қабылдаудан бас тартты, жүрегімде дауыл басты. Бірақ бір нәрсе анық еді. Менің күдігім арта түсті. Сол аптада Айгүл бізге 2 рет келді. Баяғыдай емес, көзіме тура қарамайды. Ернарда үйде бір түрлі үнсіздік, бір түрлі қисық көзқарастар. Мен бәрін бақылап жүрмін, ештеңе айтпаймын. Жымиып жүрмін, бірақ ішімде найзағай. Құрбым Жанарға бардым. Сен көп ойлап кететін шығарсың. Айдана, мүмкін ол басқа біреу шығар? Жанар. Ол ес Айгүлдікі. Ернардың көзқарасы да өзгерді, білмеймін, бір нәрсе бар, сеземін. Мен енді шыдай алмаймын. Телефон номерін тексеруді ұйғардым. Ернар душқа кеткенде телефонын алып, кеше келген номерді жазып алдым. Кейін Айгүл келгенде байқатпай оның телефонын көріп қалдым. Дәл сол номер. Дәл сол. Жүрегім суып кетті. Бірақ мен әлі де үміттенем. Мүмкін ол басқа біреу шығар деп өзімді алдаймын. Бірақ тағдыр мені аямады. Келесі күні Айгүл бізге үйге келді. Түнге қалам деді. Ернар да жұмыстан кеш келем деп еді. Бірақ есіктен бірге кіріп келді. Күлді, қалшыңдасты. Мен үндемедім. Жымидым, шай қойдым, бірақ олардың әрбір көзқарасы, қозғалғаны, үні жаттап отырмын. Кешке олар сөйлесіп отырғанда, бәрі жақсы болады, ол ештеңе білмейді ғой әлі деген Айгүлдің сөзін естіп қалдым. Сол сәтте менің ішімдегі әйел өліп кетті. Бірақ сыртқы қабағым әлі тірі. Себебі менің атым Ана, мен атым Айдана. Мен бұған дайындалуым керек. Енді менің соғысым басталды. Жаныңда жаралған бөтен емес,
өзіңе ең жақын адам болса, ол жары ешқашан жазылмайды екен. Ақиқатты білген кезде емес, үндемей соған көнген кезде жүрек шынымен де жараланады екен. Мен енді жай ғана күдіктеніп жүрген әйел емеспін. Мен енді дәлел іздеген әйелмін. Аяулым ештеңе білмейді. Бала болып ойнап жүр. Жаным сол. Сол үшін ғана мен әлі үндемей жүрмін. Бірақ күн өткен сайын іштегі уым көбейіп барады. Жасырын камера қою. Мен бұл туралы бұрын тек кинодан ғана көргенмін. Енді өзімнің үйімде күйеуім мен әпкемнің шындығын көру үшін камера қойып отырмын. Бұл менің әйелдік ар-намысымның ең соңғы қорғаны. Егер мен қателессем, өзімді ешқашан кешіре алмас едім. Камераны залға гүлдің ішінде орнаттым. Дәл диванын қарағанда сапасы мықты, дауысы да жазылады. Қарасам жүрегім ұстап қалатындай. Сол күні Айгүл түнге қалды. Ернар кеш келді. Мен аяулымды ұйықтатып, өз бөлмеме кіріп кеттім. Телефонмен ешкімге жазбадым, ештеңе істемедім, тек күттім. Таңға жақын камераны тексеріп шықтым. О, жаратқан! Айгүл мен Ернар бірге отыр, күледі, құшақтасады. Ернар бәрі жақсы болады, тек Айдана ештеңе білмесін деді. Айгүл үндемейді. Сосын жай ғана басын оның иығына қояды. Сол сәтте мен жыламадым, қатты айғайламадым, мен жай ғана отырдым. Экранға қарап, өмірімнің күл талқаны шыққанын көзіммен көріп отырған әйел жай ғана отыр. Жанымда бір бөлік үзіліс кеткендей болды. Мен олар сияқты болғым келмейді. Мен үнсіздікпен соғысам, бірақ енді үнсіз қалмаймын. Ертесіне Ернар мен Айгүл ештеңе айтпадым. Сол баяғы Айдана шай қайнатып күлген болып, бірақ енді ішімде қарсы шабуыл жүріп жатыр. Жанарға барып бәрін айттым. Камераны көрсеттім. Ол еңіреп жылады. Айдана, сен олардың әлде қайда биіксің, бірақ енді өзіңді ойла, қызыңды ойла. Иә, мен өзімді ойлауым керекпін. Мен аяулымды ойлау керекпін. Оларға бір соққы дайындап жатыр. Сатқындық, кешірім сұрап келетін қонақ емес, ол ішіңе кіріп өміріңді өртейтін жау.